Баршаларыңызға сәлем, қасиетті Рамазан айында тұтып жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздердің өте көп қоятын сұрақтарыңызға жауап беруді жөн көрдім. Комментарийдің астында болсын, және де маған жекеге де өте көп қыздар жазып жатыр. Соның барлығын жинақтап бір видеода айтып өтейін, иә. Айтпақшы, мен пекечка алдым, құттықтап қойсаңыздар болады. Ораза айында мынандай жағдайлар оразаны бұзады. Бірінші жағдайда сол бір күннің қазасын, бір ораза біткеннен кейін бір күн ғана өтейсіз. Бірінші жағдай. Екінші жағдай, осы бір күннің қазасын 60 күн өтейтін боласыз. Бұл өте қиын жағдайдың бірі. Сіздерге бірінші бір күн ғана қазасын өтей беретін жағдайларды айта кетейін, иә. Осы қазір оразаны бұзатын жағдай айтамын. Одан кейін оразаны бұзбайтын сіздердің сұрақтарыңызға да жауап беріп өтетін боламын, иә. Ал кеттік. Бірінші, әйел адамдарда етеккірдің келуі оразаны бұзады. Біреуде 3 күн келеді, біреуде 5 күн, 7 күн келеді. Осы Рамазан айы біткеннен кейін, осы 3 күн, 5 күн немесе 7 күн қанша күн келді, сол күндердің қазасын өтеп алсаңыздар болады. Және де ол қанша уақытта өтеу керек? Сіздер Рамазан айы бітеді, 3 күн айт болады, айттың 2-ші, 3-ші күнінен бастап қаза күндеріңіздің оразасын тұта берсеңіздер болады. Қай уақытқа дейін? Ол келесі Рамазан айына дейін. Түсінікті, иә? Және де осыған қоса тағы да бір сұрақ келеді. Выделением осы месячный кеткеннен кейін, орысша месячный ғой, қоңыр түсті болып келді, қызыл түсті болып келді дейді. Олар да болмайды. Сіз толығымен тазаруыңыз қажет. Мысалы, выделением түсі ақ немесе түссіз болады ғой. Сол уақытта ғана сіз жақсылап ғұсыл құйынып, Рамазан айының оразасын тұта берсеңіз болады. Келесі сұрақ, ораза айында укол салдыртсам бола ма? Укол, егер қоректік, күш-қуат беретін укол болса, ол оразаны бұзады. Оның қазасын өтеу қажет. Ал егер антибиотик, соның ішінде пенициллин, инсулин болатын болса, ол Рамазан айының оразасын бұзбайды. Сонымен қатар, осыған келетін сұрақ, вакцина салдырту оразаны бұза ма дейді. Жоқ, вакцина салдырту оразаны бұзбайды. Түсінікті болды ғой, иә? Қорек беретін, күш беретін уколдар оразаны бұзады. Ал одан басқа әсері бар уколдар оразаны бұзбайды. Келесі сұрақ, анализ тапсыру, мысалы қан анализдер болады, оразаны бұза ма дейді. Жоқ, қан анализдерін тапсыру оразаны бұзбайды. Неге? Өйткені көбінесе ішке кіріп жатқан заттар оразаны бұзады. Келесі сұрақтарыңыз, мысалы, ораза айында дәрі ішуге бола ма дейді, немесе дәрі тамызуға бола ма дейді. Мұрынға, құлаққа, ауызға дәрі тамызуға болмайды, өйткені олар тікелей асқазанға ішке кіріп кетеді. Сондықтан да суға да байланысты. Су мұрныңыздан, аузыңыздан кіріп кететін болса, ол кезде ораза бұзылады. Сондықтан абайлаңыздар, жарай ма? Дәрі де, суда тура сондай. Сонымен қатар бір нәрсенің иісін әдейі иіскеу, темекінің иісін әдейі иіскеу, ол оразаны бұзады. Оған да сақ болып жүріңіздер. Және де келесі сұрақ сіздер қоятын, ер адаммен амандассам ораза бұзыла ма дейді. Жоқ, амандасқан ораза бұзбайды, бірақ ер адамдармен барынша қол ұстаспай-ақ амандаса беріңіздер, жарай ма? Және де бұл бір күн осы қаза болады, бір күн бұзылады, соның қазасын бір күн ғана өтетін жағдайлар болды. Ал басқа жағдайларды мен алдыңғы видеоларында айтып кеткен едім, каналымда осы астына түссеңіздер көрініп тұрады. Келесі, осы бір күннің қазасын 60 күн өтетін жағдайлар болады. Мысалы, сіз әдейі біле тұра ауыз бекіттіңіз, бірақ әбетте біле тұра тамақ жеп қойдыңыз, су ішіп қойдыңыз, иә? Біліп тұрсыз, оразаңыз бұзылған. Сол бір күн тамақ су ішіп қойған қазасын 60 күн өтетін боласыз. Егер білмей ішіп жеп қояды ғой, ше, есіне түскен кезде аузындағы тамақ суын шығарып тастау керек. Ал егер уже жұтып қойғаннан кейін есіңізге түссе, сол күннің қазасын осы Рамазан айы біткеннен кейін өтейсіз, жарай ма? Келесі 60 күн өтеу керек жағдайдың бірі, осы ораза айында құссам, ораза бұзыла ма дейді. Егер сізде еріксіз құсатын болсаңыз, ол кезде ораза бұзылмайды. Ал өз-өзіңізді қинап, әдейі құсатын болсаңыз, ол кезде ораза бұзылады. Сосын бағанағы 60 күндік жағдайға келетін болсақ, егер ол 60 күн ораза тұтуға шамаңыз жетпесе, 60 кедейді той тартуыңыз қажет болады. Сондықтан да Рамазан айындағы оразаға барынша тақ болып жүріңіздер, жарай ма? Одан кейін осы Рамазан айында
пітір садақасын береді ғой. Осы Каспиге кіресіздер, сол кезде платежи деген жерде пітір садақа деп шығады, немесе өздеріңіз поискке жасаңыздар болады, пітір садақа деп. Барлықтарыңыз өздеріңіз пітір садақа беруді ұмытпаңыздар, жарай ма? Және де осы сіздердің көп қоятын сұрақтарыңызға жауап бердім деген ниеттемін. Басқа да сұрақтар болса, комментарийге жаза беріңіздер. Және де мен басқа видеомда да оразаны бұзатын басқа ситуацияларды, жағдайларды айтып өткен болатынмын. Баршаларыңызға ассаляму алейкум.